кейде жоба екенін көрініп қалады. Бұны ашық айтайын. Себебі белгілі бір ақпараттық акциялар, белгілі бір науқандардың белгілерін, нышандарын көреміз. Әрдайым айтып жүремін, тәңіршіліктің негізгі қазір таза, ешқандай басқа дінге қатысы жоқ түрі Сібір түркі халықтарының ішінде бар. Бірақ ол жерде де тұтас тәңіршіліктің эталоны мынандай деген ұстаным жоқ. Көп синтездер бар. Шіркеумен қосылған синтезі бар. Көрдіңіз ба? Сондықтан ол жерде мынандай мета-нарратив бар. Мынандай нақты өнім бар. Идеология өнім бар деп айта алмаймыз. Исламда сунниттік бір платформа бар, парадигма бар, шииттік парадигма бар. Тұтас Адан яға дейін бәрін қамтыған. Басқа да діндерде бұл бар. Көрдіңіз ба? Христиандықты алайық, яхудилікті алайық, айтып кеткен маджусилікті алайық, зардуш дінін. Ол жерде белгілі бір толыққанды бір идеологиялық парадигма бар. Қазіргі тәңіршілікте ондай парадигма бар деп айту өте қиын. Біреу тәңір жалғыз дейді. Құдай тек яратмыш түрк будыны дегендей. Тағы біреулер шығады айтады, тәңірден бөлек Умай-ана бар. Ол да бір Құдай дегендей. Одан бөлек тәңір бар, Умай бар, одан кейін жер-су бар. Одан кейін тәңір бар, Умай бар, жер-су бар, ыдық бар. Дегенде осылай кете береді. Бұл қандай дін? Сіз енді дін танушысыз ғой. Қандай классификацияға жатады бұл? Енді бұны кейбіреулер дүниетаным деп айтады. Дін емес, дүниетаным. Дүниетаным болса, мысалға, ол неге исламға қарсы осындай қатты пропаганда жүргізеді? Яғни өзін дәлелдеу үшін исламды антиреклама жасау арқылы өзіне опай жинап жүрген секілді көрінеді да. Содан жоба екендігін көріп қалады.